Саламатсыңдар ма, оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы Абылай хан. Бүгінгі сабақта қазақтың ұлы хандарының бірі Абылай ханның өмірімен танысамыз. Қазақ тарихында алатын орнын анықтаймыз. Абылай хан. Шын есімі Әбілмансұр. 1771-1781 жылдар аралығында билік құрған қазақ хандығының 18-ші ханы. Қазақ ордасының тарихындағы ең ұлы хандардың бірі. Арғы тегі Ақ Орданың негізін қалаған Орда Ежен ханның бастау алады. Абылай онымен қоса Ұрыс хан, Барақ хан, Әз-Жәнібек хан сияқты билеушілердің тікелей ұрпағы. Абылай хан қазақ тарихындағы бірегей тұлға. Кенесары ханның атасы. Абылай Ақтабан Шұбырынды жылдарында жетім қалып, үйсін Төле бидің қолына келеді. Аш-жалаңаштықтан жүдеген өңіне, өсіп кеткен шашына қарап, Төле би оған Сабалақ деп ат қойып, түйесін бақтырады. 1730-33 жылдары аралығында болған бір ұрыста Әбілмансұр жекпе-жекке шығып, Қалмақты қас батыры Шарышты өлтіреді. Жауға абылайлап ат қойған Әбілмансұр жеңісті ұрыстан соң Орта жүздің сұлтаны деп танылып, қазақ даласының ең беделді әміршілерінің біріне айналады. Бұдан соңғы жерде Әбілмансұр есімі ұмытылып, Абылай атанады. Абылай хан жоңғар шапқыншылығы жылдарында елдің тұтастығы үшін күрескен Абылай хан, шын аты Әбілмансұр, 1711-1781 жылдар оңтүстік Қазақстанда Арыс жағасында дүниеге келген мемлекет қайраткері, қолбасшы және дипломат. Арғы тегі Жошы хан, бергі бабалары Қазақ ордасының негізін салған Әз-Жәнібек, одан соң еңсегей бойлы Ер Есім хан, Салхам, Жәңгір хан. Абылай Жәңгір ханның 5-ші ұрпағы. Жәңгір ханның Уәлибақы, Тәуке деген 2 ұлы болады. Жәңгір қайтыс болғанда таққа Тәуке отырады. Уәлибақы Үргенішті билеген нағашы атасы Қайып ханның қолына барады. Уәлибақының баласы Абылай жекпе-жекке шыққанда жауы шақ келмейтін батыр болып қанішер Абылай атанады. Абылайдан көркем уәли туады. Оның баласы Әбілмансұр Ақтабан Шұбырынды жылдарында жетім қалып, үйсін Төле бидің қолына келеді. Аш-жалаңаштықтан жүдеген өңіне қарап, өсіп кеткен шашына қарап, Төле би оған Сабалақ деп ат қойып, түйесін бақтырады. Әбілмәмбет төренің жылқысын бағады. Төле бидің тәлім тәрбиесінде болуы Абылайға зор әсер етеді. Төле би бар ақылы мен парасатын, ел билеу қабілетін жауға қарсы қазақ халқы басы біріксе ғана тойтарыс бере алатын жастайынан Абылайдың санасына ұялата білген. 20 жасында қан майданда ерлігімен танылып, жекпе-жекте Шарышты өлтіреді. Халдан Сарен өзін қол бастайтын батырмын, жол бастайтын көсеммін, сөз бастайтын шешеммін деп санаған көрінеді. Соған орай халық аузында мынадай аңыз бар. Абылай тұтқында жүрген сол Халдан Сарен бір күні алдын алғызып, Шарыш сынды батырымды өлтірдің, қанға қан, жанға жан, соның орнына сен өлтірем, не арманың бар десе керек. Сонда Абылай, менің 3 арманым бар. Әуелі мен Шарышты Қазақ пен Қалмақтың қан майданында өлтірдім. Сіз мені ұйқыда жатқанымда ұстап өлтіргелі отырсыз. Менің майданда өлсем арманым жоқ. Екінші,
Қазақ көшіп қонып орнықпай жүрген ел ғой. Бір жерге орнықтырып, отырықшы өмірге кіргізіп өлсем, армансыз болар ем. Үшінші, 4 атадан бері жалғыз едім. Дәл қазір өліп кетсем, не балам, не бауырым жоқ. Дүниеге келмегендей болам ғой, дейді. Сонда Қалдан Сарин төмен қарап отырып, жанындағы уәзіріне мұнаның айтқанының бәрі дұрыс, деп кешірім жасапты деседі. Өз заманында Ойрат ханы Қалдан Сарин де көреген саясаткер болатын. Ол ішкі, сыртқы жағдайды таразылай келе, қазақ елінің бұрынғыдай емес, бұғанасы бекіп, қайтадан білікті ел бола бастағанын, сондай-ақ Қытай империясы реті келсе бас салуға дайын тұрғанын түсінді. Сондықтан тыныштық сақтап, күш жию үшін уақыт керек болды. Қалдан Сарин Абылайды тұтқында ұстап, оған қанша өш болса да, мұндай жағдайда қазақ қалмақ арасында бейбітшілік туралы келісім шарт жасалып, Абылай босатылды. Абылай өз заманында мұсылманша жақсы сауатты, оқып жаза білген адам. Абылай хан екі ірі ел, Жоңғария мен Ресей арасында айлалы әрекет жасап, қазақ елін нығайтуға тырысты. Орта Азия мемлекеттерімен сауда, байланыс, қарым-қатынас жасады. Шоқан ұлы атасына мынадай баға береді. Дүрбелеңге толы дүбірлі кезең Абылайдың тапқырлығы мен табандылығын, ақылдылығы мен алғырлығын танытуына жағдай жасады. Өйткені сол жорықтардың бәріне алғаш қатардағы жауынгер боп қатысып, соның өзінде қисапсыз ерлік көрсетіп, айрықша амал айласымен көзге түскен еді. Өнегелі ақыл кеңесі, сұңғыла зердес арқасында ол бірден-ақ көреген, кемеңгер деген атаққа ие болады. 1781 жылы 70 жасында дүние салып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жерленді. Қазақ халқының ақын жыраулары Абылайдың өмірін, ерлігін жырласа, халқымыз үшін Абылай есімі ұран етіп шырқалды. Ер есімі ел есінде дегендей, Абылай ханның құрметіне еліміздің көптеген қалаларына ескерткіштер орнатып, оқу орындарына, көше мен даңғылдарына оның есімі беріледі. 1991 жылы Алматының басты даңғылдарының біріне Абылай есімі беріліп, темір жол вокзалының алдына ат үстіндегі ескерткіші орнатылады. Хан ескерткіші Көкшетау, Жезқазған, Павлодар қалаларында да бар. 2005 жылы Абылайдың өмір жолына арналған Көшпенділер фильмі түсіріледі. 2008 жылы елбасы Назарбаевтың қатысуымен Петропавл қаласында Абылай хан ордасы кешені ашылып, алдына ескерткіші орнатылады. Оның есімі Алматыдағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетіне берілген.